3 танкты жалға ала аласыз. Сипаттамадағы сілтеме бойынша World of Tanks деген онлайн ойынына өтіңіз. Италандық танктер неге соншалықты нашар болды? 1921 жылдан 1943 жылға дейін 1942 жылы солтүстік Африкадағы батыс шөлдегі жорық кезінде одақта сарбаздар италандық танктың қанша пас бергені туралы жиі әзілдеп, бір пас алға және 4 артқа деген сұраққа жауап берді. Италандықтар төбелестің алғашқы белгісінде қашып кетеді деген болжам жасалды. Шындық мынада, олардың танкерлері шайқаста батыл болғанымен, оларда лайықты заманауи құрал жабдықтар болмады, және оларға өте нашар басшылық кедергі болды. Италандықтар танк концепциясын алғаш рет 1921 жылы өз қарулы күштеріне алтылық ретінде енгізе бастады. Тонналық Fiat 3000-шы. Ол бірінші дүниежүзілік соғыс кезіндегі француздық Renault Fit 17 конструкциясына негізделген. Италандық армияда танымал болғанына қарамастан, олар танктың тым әлсіз қаруланғанын, тек 2,6-5 мың жеңіл пулеметі бар екенін түсінді. Сондықтан 1930 жылы олар оны 37 мың зеңбірекпен, сондай ақ қуаттырақ қозғалтқышпен және жетілдірілген суспензиямен жаңартты. Fiat 3000-ның ең жоғары жылдамдығы небәрі 13 миль сағ болды. Бұл Renault Fit 17-ге қарағанда жақсырақ болды. Оның негізінде небәрі 4,3 миль сағы, немесе 7 сағ жылдамдыққа жетуге болады. Оның құрышы көп қорғанысты қамтамасыз етпеді. Қалыңдығы 6-дан 16 дюймге дейін ауытқиды. Сондықтан ол жай ғана ол арқылы өтіп бара жатқан оқты тоқтаталды. Бірақ оның танкке қарсы, снарядқа қарсы мүмкіндігі болмады. Атыс қашықтығы небәрі 65 миль болатын. Бұл танк екінші дүниежүзілік соғыс кезіндегі жылдам қозғалу тактикасынан гөрі бірінші дүниежүзілік соғыс кезінде ешкімнің жерінің лайлы жерлерінде баяу соғысу үшін қолайлы болды. Fiat 3000 қашуға әрекеттенсе де, жау солдаты оны оңай қуып жетіп, қол гранатасымен нокаутқа түсіруі мүмкін еді. Сенгісіз, бірақ бұл танктер барлық басқа танктерден соншалықты төмен болғанына және жасы 20-дан асқанына қарамастан, одақтастар Италияның Сицилия аралына басып кірген кезде олар әлі де шектеулі қызметте болды. 1943 екінші дүниежүзілік соғыс кезінде италандық жаяу әскерді қолдау танкі CV-33 танкі болды. Оның бірінші танкі болды. 1933 жылы қызметке кірді. Ол негізінен 1927 жылдан бері келе жатқан британдық дизайнға негізделген. Ол арзан болды, үлкен көлемде шығарылды және көптеген басқа елдерге экспортталды. Дегенмен, оның қашықтығы мен қару-жарағы Fiat 3000-мен бірдей болғанымен, ол екінші дүниежүзілік соғыстың басында өте ескірген болатын. Оның несиесі бойынша ол өте жылдам және епті болды. Ең жоғары жылдамдығы сағатына 26 миль немесе сағатына 42 шақырым болды. Бұл әйгілі спринтер Усейн Болттың толық жылдамдықпен жүгіруімен салыстыруға болады. Бірақ оның 2 адамнан тұратын экипажы күлкілі кішкентай жауынгерлік бөлімге орналастырылды. Өйткені танктың биіктігі небәрі 3 фут 11 дюйм немесе 1,2 метр, ал ені небәрі 4 фут 7 дюйм немесе 1,4 метр болатын. Бұл оның кәдімгі заманауи үнемді ықшам көліктен әлдеқайда кішірек екенін білдірді. Бұл оны экипаж мүшелері үшін өте ыңғайсыз еткені сонша, командир мүмкіндігінше танктың төбесіне шығып, жүргізушіге өте қажет шынтақ бөлмесін қамтамасыз ету үшін отырды. CV-33-ті басқару, оның тиімсіз болғаны сонша, 1940 жылдан 1943 жылға дейін созылған солтүстік Африка науқаны кезінде ол майдан шебінде қолданылмады. Оның орнына жауынгерлік емес мақсаттарда пайдаланылды, мысалы, жеңіл артиллерияны тарту және тылдағы базаларды күзету. Бірақ италандық армия өзінің бронды бөлімшелерін модернизациялау өте қажет екенін түсінді және 1940 жылы британдық 6 тонналық Vickers танкінің дизайнына негізделген жаңа М1340-тан орташа танкісін шығара бастады. Егер бұл танк осыдан 10 жыл бұрын шығарылған болса, оның конструкциясы жақсы болар еді. Бірақ 1942 жылға қарай ол үмітсіз ескіре бастады. Оның шағын 12 тонналық жақтауы мен қуаты аз қозғалтқышын ескере отырып, бұл американдық Шерман немесе неміс панцер иветтен айырмашылығы, оның қандай да бір модификацияға көп мүмкіндігі жоқ екенін білдірді. Оған сондай ақ өте кішкентай мұнара кедергі келтірді. Бұл командир мен зеңбірекшінің бір-бірімен тиімді жұмыс істеуін қиындатты. М1340-тың көптеген кемшіліктері болды. Бірақ әлі де 700-ден астам бірлік құрастырылды. Өйткені бұл сол кездегі Италия армиясына қол жетімді жалғыз негізгі жауынгерлік танк болды. Оның сауыты да салыстырмалы түрде жұқа және көлбеу емес. Одан да жаманы, ол бір-біріне дәнекерленбеген, бірақ ескі үлгідегі тойтарылған конструкцияға ие болды. Бұл әрқашан соққы тойтарманың жоғары жылдамдықпен ұшып кетуіне және ұшып кетуіне, резервуардың ішін сынықтар сияқты рикошетке түсіріп, экипаж мүшесіне тиіп кетуіне немесе жабдық пен аспаптарға зақым келтіруі мүмкін деген қауіп бар екенін білдірді. Тағы бір қиындығы, құрыш табағын жасау үшін пайдаланылған болаттың сапасы соншалықты төмен болды. Тіпті егер ол тиген снарядпен тесілмесе де, ол соншалықты сынғыш болады. Ол соққы кезінде жарылып, деформациялана бастайды. Бұл сауыттың бұл бөлігін айтарлықтай әлсіретеді. Тіпті ақш-та жасалған уақытша танк М3 немесе оның британдық әріптесі М3 Грант оны жеңе алмады. М1340-тың бір маңызды артықшылығы болғанымен,
Ол дизельді қозғалтқышты пайдаланған алғашқы танктердің бірі болды. Ол бензин эквивалентіне қарағанда әлдеқайда ұзағырақ қашықтықты және қозғалтқыштың қызмет ету мерзімін ұзартты және соқтығысқан кезде өртке азырақ сезімтал болды. Сол кездегі италандық соғыс машиналарының көпшілігі сияқты. Ол сенімсіз болды және солтүстік Африка науқаны кезінде тап болған шөлдің қатал жағдайларына ықпал етпеді. Ал италандықтардың жауынгерлік зақымдануды немесе істен шыққан танктерді қалпына келтірудің ресми жүйесінің жоқтығы, олардың көпшілігінің жай ғана өз тағдырына, ұрыс даласына, олар істен шыққан немесе зақымдалған кезде лақтырылғанын білдірді. Егер олар табылса, оларды жөндеп, қайтадан пайдалануға беруге болар еді. Солтүстік Африкадағы ұзақ науқан одақтастардың танктерін сыныпта толығымен басып озды және шайқаста үнемі жеңіліске ұшырады. Бұған науқанның басында М1340 танктерінің экипаждары бар болғаны ең аз дайындықтан өткендігі және танктер арасында ешқандай байланыс болмағаны көмектеспеді. Өйткені олардың көліктерінде радиоқабылдағыштар болмаған. Италандық армия көп ұзамай М1340 сериялы мылтықтардың атыс күші қаншалықты жеткіліксіз екенін түсінді. Бірақ әлі күнге дейін оларды алмастыратын жақсы ештеңе ойлап тапқан жоқ. 1942 жылы жаңадан енгізілген Симавенте 7518 мұнарасы жоқ жылжымалы артиллериялық өздігінен жүретін зеңбірек. Жоғары М1340-қа өте қажет қолдау көрсету үшін танк жойғыш ретінде жиі пайдаланылды. 75 мм зеңбірегі бар, бұл танктер өте тиімді болып шықты және бұл одақтастар шынымен қорқатын соғыстың жалғыз италандық танкі болды деп айтылады. Өйткені ол 500 ярд қашықтықта Гранд Мүш немесе Шерман М4-ті жоюға қабілетті болды, немесе шамамен 500 метр. Бірақ бар болғаны 262 ұшақ жасалғандықтан, олар одақтас күштерге қандай да бір үлкен қауіп төндіретіндей жеткілікті түрде орналастырылмаған. Италандықтардың қолында болған және жағдайды шынымен өзгерте алатын тағы бір танк Семавент 9053 жылжымалы артиллериялық зеңбірегі болды. Ол 1942 жылы ресейлік 34 танкінің қауіп қатеріне төтеп беру үшін асығыс жобаланған және салынған Семавентинг 9053 ашық үстіңгі және артқы экипаж бөліміне ие болды. Бұл экипаждың атыс қаруынан, сондай ақ артиллериялық атыстан және қолайсыз ауа райы жағдайларынан осал екенін білдіреді. Және дизайнның тағы бір маңызды кемшілігі, ол бензин қозғалтқышын пайдаланды, ол тым төмен температурада соқтығысқанда және қатып қалғанда тұтануға бейім болды. Сонымен қатар, оның брондалған қорғанысы өте әлсіз болды. Оның қару жарағы М1441 танкінің үлкейтілген шассиіне орнатылған 90 немесе 3,5 дюймдік зениттік зеңбіректен тұрды және бұл өте тиімді болды. Өйткені ол одақтастардың ең озық танктерін алыс қашықтықтан нокаутқа түсіруге мүмкіндік берді. Бірақ оның жауынгерлік қабілеті тек 6-8 раундты көтере алатындығымен қатты шектелді. Сондықтан әрбір мылтықтың артынан 26 патронды және сүйретілетін тіркемеде тағы 40 патронды тасымалдай алатын арнайы түрлендірілген Fiat L640 танк оқ-дәрілері болуы керек еді. Осы жауынгерлік машиналардың тек 45-і ғана құрастырылды және ақырында солтүстік Африка науқанында өте аз мөлшерде қолданылды. Ал қалғандары Италияның отанын қорғау үшін пайдаланылды. Осылайша, олардың ешқайсысы ешқашан шығыс майданға жете алмас еді. Егер олар мұны істесе, олардың экипаждары ашық экипаж бөлімшелерінде тоңы бөлетін еді. Италия үкіметі тіпті Италияда өлімге әкелетін неміс Пенза V Пентер танкісін шығару үшін өндіріс желісін ұйымдастыруға тырысты. Бірақ бұл еш нәтиже бермеді. Өйткені фашистік үкімет 1943 жылдың қыркүйегінде құлатылды. Италандықтар бүкіл соғыс кезінде небәрі 3,368 танк шығарды. Бұл XS танктерінің жалпы өндірісінің 4%-нан сәл астамын құрады. Бұл өз ресурстарының көп бөлігін өз армиясының есебінен әскери теңіз күштері мен әуе күштеріне шоғырландырған Жапония империясы шығарған танктердің санынан да аз. Соғыстан кейінгі дәуірде италандықтар әлемдегі ең жақсы танктердің бірі болып саналатын Арайте негізгі жауынгерлік танкі ретінде әлемдік деңгейдегі танк жасады. Inside the M4 Sherman. One of the most